класстағы нөмірі 53-ші мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі боламын. Бүгінгі сабаққа қатысып отырған оқушылар сіздерге және де өзіме сәттілік тілеймін. Олай болса балалар, сабағымызды бастайық. Балалар, айтыңыздаршы, Қазақстан тарихынан қандай тақырыптар өтіп жатырсыздар? Айта кетіңіздер. Қазақстан тарихында біздер Ақ және де Алтын Орданы өтті. Дұрыс. Тағы да қазақ хандығын көріп кеттіңіздер, жаңа бірінші сабақта. Менде сіздерге сұрақ. Хан болу үшін не істеу керек? Мына жігітті тыңдайық сіздер. Хан болу үшін құрылтай жиналысын жасау керек. Сол кезде бүкіл жігіттер, билер ортақ шешіммен бір ханды таңдайды. Хан атағы беріледі. Мен сол хан атанады. Оған хан атағы берілгенде, оның хан болғандығын дәлелдейтін қандай үрдіс жасайды? Ақ киізге отырғызып. Ақ киізге отырғызады. Және тағы бір басты нәрсені айтпай кеттік. Хан болу үшін кімнің ұрпағы болу керек? Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болу керек. Балалар, сіздер де болашақта елдің тұтқасын ұстайтын азаматтар болсын, халқының қалаулы, елінің елеулісі болсын деген мақсатпен мен сіздерге балалар осы ханды таққа отырғызғанда көтеретін ақ киіз алып келдім. Осы ақ киіз арқылы, яғни киізден тәбәрік алып, топқа бөлінеміз. Мынаның әр қайсысын алған кезде әр қайсыларыңыздың топтарыңыздың отыратын жерлері көрсетіледі. Ал келіңіздер. Сонымен кім қайда отырады елдеріне? Жақсы число түсеген. Oldu mu? Bərimiz geçirdi mi? Birinci toplum оқушылары қайда? Birinci toplum оқушылары келіңіздер. Sen екінші топсыздар ма? Қанша болдыңыздар? 5 оқушы болу керек, дұрыс. Алтауда болу керек. Қай жерде жеті? Неге орындық жетпей қалды? Алдында жеткен еді. Мына орындық таласады. Болдық па балалар, жайғасып отырдық па? Ал жақсы балалар, жайғасып отырсаңыздар, мен сіздерге бағалау парағын таратамын, және де осы жерде кері байланыс та бар. Бағалау парағына назар бөледіңіздерші. Бағалау парағында аты жөнінің жазылған, Онан кейін үй тапсырмасы бойынша, егер де тұрып орындарыңыздан жауап берсеңіздер, 1 балл қоясыздар. Топтық жұмыста дескриптор бойынша әрбір іс-әрекет 2 баллмен бағаланады. Және де соңғы тағы 3-ші тапсырмада мен ол кезде тағы да сіздерге ескертемін, қанша балл қоятындарыңыз. Жалпы 10 баллдан тұру керек. Енді балалар, әдеттегідей біз сабақты алдыңғы бөлімді, яғни тексеруден, білімді тексеруден бастаймыз. Сіздерге ұсынатын әдісі бумеранг. Не ол бумеранг деген? Қазір біз сұрақтар бұзамыз ғой. Сізге береміз де, араластырып, әрқайсысын бір сұрақ. Дұрыс. Ал жалпы бумеранг деген не ол? Ол қайта. Ол қарудың бір түрі. Қашан ойлап табылған? Қай дәуірде? Көне дәуірде. Көне дәуірдің қайсысы? Тас дәуірінің қайсысы?
Аха. Моз басу дәуірінен кейінгі жүрген мезолит. Аха, өте жақсы. Ал балалар маған әркім жылдан 2 сұрақтан жазып беріңіздер. Жоқ, бүгінгі өтілген жаңағы Ақорда бар емес пе? Аха, сол бойынша. Сұрақ. Мына жақта алтау. Жылдан балалар, екі сұрақ. Жылдан нақты бірден жауап беретін сұрақтарды жазыңыздар. Болды ба? Қай топ болды? Екі сұрақ. Бірінші топ сұрақтарын жазып болды. Екінші топта сұрақтарын жазып болды. Екі сұрақ. Топтыке және төртінші топтыке. Әдісіміздің аты бумеранг еді, иә? Аха, әр топтың сұрақтарын өздеріне қайта беремін. Ал енді жауап бергені қиналмайсыздар деп ойлаймын. Қане, бірінші топтан кім? Екі оқушы. Алғашқымызды сақтаймыз. Тыңдаймыз. Керей мен Жәнібек қай ханның ұрпақтары? Керей мен Жәнібек қай ханның ұрпақтары, иә? Шыңғыс ханның ұрпақтары егер дәлірек айтсақ Ұрыс ханның ұрпағы болса. Одан да дәл айтсақ, Барақ хан. Екінші сұрақ. Екінші сұрақ, Ақорда қай мемлекетке тәуелді болды? Ақорда Алтын Ордаға тәуелді болды. Дұрыс. О баста құрылғанда, яғни Батый Жошы ұлысының жерінде, иә? Аха. Дұрыс. Батый өзінің ағасы Орда еженге жер бөліп беріп, Ақорда мемлекетін құрғызған. Аха. Алсаптың кезінде тәуелсіздігін алды. Аха, жарайды. Жақсы. Екінші топ. Бірінші сұрақ бізде Батый хан қай жылдары осы Алтын Ордада билік еткен тұрды? Бұл жерде 1227 және 1255 жылдары қосыласыздар ма? билік еткен. Батый хан 1227-1255 дейді. Қосыласыздар ма? 1227 жылы балалар Шыңғыс хан өмірден өтті. Одан кейін 1236 мен 42 жылдар арасында Батыйдың бастауымен басқа жорық болды. Содан кейін барып Алтын Орда мемлекет құрылған жоқ па? 1236-да кім айтып жібереді? Хан 1242 жылдар арасы. Аха. Жылдары олар Батый хан 7 жыл бойы Орыс хандарына жорық жүргізбей бастайды, құрай болып, жалпы себебі неде? Оның жалпы себебі Орыс хандарды өзіне тәуелді және де оларға салық төлетіп отыру болып табылады. Алым салық жинау. Екінші сұрақ. Алтын Орда қандай мемлекеттермен салды жүрді? Дұрыс, иә. Қандай мемлекетте? Дұрыс. Олар 1320 жылдан бастап Мысыр елдерімен бірге сауда қарым-қатынас жүргізеді. Қосыласыздар ма? Не қосыламын? Аха. Ал үшінші топ? Ақорда қандай мемлекеттермен дипломатиялық
дипломатиялық қарым-қатынастар орнатты. Ол мемлекеттер 3 мемлекет болды: Рим, Византия және де Мысыр. Ақ Орда. Иә, жоқ, Алтын Орда. Алтын Орда ма, Ақ Орда ма? Алтын Орда. Алтын Орда мемлекеті. Тура мына екінші топтың жазған сұрағы екен. қай жылы шабуыл жасады? 1380 жылдар аралығында жасады. Қосыластар ма басқа топтар? Жарайды, ал соңғы топ, төртінші. Ақ Орда қай аумақты алып жатты? Ақ Орда Жайық өзенінен батыс Сібір ойпатына дейін Сырдарияның орта және төменгі ағысы аралығын алды. Екінші сұрақ, Бараханның Ақ Ордаға сіңірген еңбегі. Барахан жалпы ұзақтан хандықта отырған жоқ екен. Кейбір деректерде 3, кейбір деректерде 5 жыл отырған болады. Бірақ осы аз уақыт аралығында ол жорықтарға шығып, өзінің Ақ Ордаға деген көптеген еңбегін сіңірген болатын. Аумағын Ыдырауының алдында тұрған мемлекетті ол қайта біріктірген, 5-6 жылда қайта біріктірген хан болады. Жарайды, жақсы балалар. Өз сұрақтарыңызды қойдыңыздар, өздеріңіз жауап бердіңіздер. Енді келесі енен болсын сұрақтар. Яғни тапсырма тарихи тұлғаны тап. Балалар, бұл жерде нейрожелі арқылы, яғни қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Сәлеметсіздер ме? Мен өз еңбегімде қазақ хандығының құрылу уақытын көрсеткенмін. Бұл тұлға кім? Жауап бермеген. Балалар тоқтаңыздар. Бағалау парағында орнынан тұрып жауап берген оқушылар бір-бір балдан қойыңыздар. Кім жауап береді? Үшінші топтың қыздары, төртінші топтың қыздарынан. Ал, сізді тыңдаймыз. Сіз тыңдаймыз. Кім? Мұхаммед Қашқари дейді. Бұл кісі өз еңбегінде не туралы жазсын дейді? Қазақ хандығының құрылуы туралы. Қазақ хандығының құрылуы туралы бізде бір дерек бар. Қай дерек ол? Тарихи Рашиди кітабының авторы кім? Осы кісінің еңбегінің арқасында біз нақты түрде қазақ хандығы осы жылы құрылды деп айтамыз. Мұхаммед Хайдар Дулати. Жақсы, екінші сұрақ. Менің хандығымда 1 миллион халық, 300 мың әскер болды. Ана топтан. Мына қыз. Хақназар емес. Дұрыс жауап. Қасым. Бұл оқушылар Жәнібек пен Керей сұлтандар менен саяси пана сұрап келген. Бұл өтілген тақырып. Мына жігіт. Дұрыс, Есенбұға. Және соңғы сұрақ балалар. Басында інім Жәнібек екеуміз қазақ хандығының құрдық. Ал балалар, үй тапсырмасы қайталады. Білімдерімізді бір сараптап алдық. Енді жаңа тақырыпқа көшеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ақ Орда қазақ хандығының негізі, оқу мақсаты 13.3.1 Ақ Орда және қазақ хандығының тарихи сабақтастығын анықтау. Сіздер оқулықтарыңыздағы 36-шы параграфты ашамыз. Яғни қазақ хандарының, қазақ хандығын, яғни нығайтудағы рөлі. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар, әр қазақ хандарының жеке-жеке әрқайсысына тоқталып, олардың яғни қызметтеріне баға беріп, талдау жасаймыз. Ал мені кішкене тыңдап алыңыздар. Бүгінгі сабақ бойынша балалар бізде бұрындық хан берілген. Бұрындық хан ол Керей ханның баласы. Қазақ хандығы Алтын тақ деген киноны көрдіңіздер ме? Сол жерде жас бұрындықты, жас Қасымды көрсетеді. Бұрындық хан балалар өмір бойында ылғи да осы қазақ хандығын нығайту үшін, шекарасын
кеңейту үшін және де осы тәуелсіздікті сақтау үшін өне бойына жаңағы шайқастарда